тәрбиелеп, қыз тәрбиелеп. Құдай жекжат болып жатырмыз. Енді бүгінгі күні барлықтар куәгерсіздер, ағайын татулығын көріп тұрсыздар. Абысын тату болса ас көп дейді мен. Біздің Құданың ар жақта үй болса, мына жақта ағасының жағасы бар деп осы үйде біздер күтіп жатыр. Сіздерге көптен көп рахмет. Мен өз басым ризамын. 40 күн ағатай екеуі ақтасқа баланы шомылдырады. Қайтады 40 күн жүрді. Жаным, осы Қазыбектен туған балалардың қызының да, ұлының да бәрін қырқынан шығарып, тымақтың ішіне салып шала туған. Бәрі осы бәкеннің орнындағы қазір. Ең үлкен енесінің орнындағы енеміз болды бұл біздің. Ене дейміз. Өзінің шыққан жері де жақсы. Тегіне байланысты дейді ғой. Жасы ұзақ болсын, осылардың қызығын көрсін. Сенде құдайшалары, құдалары осын бірге туғандай сыйласын. Қазыбектің ең үлкен ұлының әйелі біздің енді енеміз болды бұл қазір. Сол сіздерге рахмет. Алғыстарын айтып жатыр ғой жаңа Құда мен Құдағи деп. Енді мен өзі өз атымнан сізге ырзамын. Үлкенмін деп тұрған жоқ, жасына қарамайды ағатай екеуі. Мысалы біздің өзіміз күнде баруға уақытымыз келмейді. Екеуі жұмысына барғандай барады, баланы шомылдырады. Сол сіздерге денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар. Енді мынау арттағы ұрпақтар сіздерден көрген тәрбиені алып, осылай тату-тәтті өмір сүрсін. Сол барлық жақсылық тілеймін, Жаһангерден сыйлық болсын. Ағатай мейірім айдаңыз. Енді амандық болса, осы үйде жігіт бар, бақым. Сол үйленіп, әже атадыңыз. Басыңызға орама, қолыңызға алып. Лично мен атымнан Руслан екеуміздің сізге деген ырзалығымыз. Ой, кен. Сол сізге. Рахмет көп. Ана Жаһангердің атын өзім қойған негізі. Кішкене вперед сөйлеп жүрмін. Сол Жаһангер үлкен азамат болып өссін. Атын таңдағанда бірнеше ат таңдадық, мама бар бәріміз. Содан кейін осы атқа тоқталғанбыз. Елін билейтін үлкен азамат болсын. Жәңгір ханның аты бұрын Жаһангер болған. Сол Жәңгір хандай үлкен аты шығатын азамат болсын. Тіл көзден сақтасын. Сол кісіге алтын түйреуіш көз дейміз.